Көмір қышқыл газындағы оттектің массалық үлесін пайызбен есептейік. Периодтық кестеге сәйкес оттек пен көміртектің салыстырмалы атомдық массалары сәйкесінше 16-ға және 12-ге тең. Көміртек диоксидінің молекулалық массасы 44. Көміртек диоксиді молекуласындағы тек оттектің массасы 2 еселенген 16-ға, яғни 32-ге тең болады. Элементтің массалық үлесі молекуладағы осы элементтің массасының молекуланың жалпы массасына қатынасы арқылы анықталады. Ол пайыз арқылы көрсетіледі. Осылайша, көміртек диоксидіндегі оттектің массалық үлесі 72,7%. Егер, мысалы, көміртек диоксидінің молекуласын алатын болсақ, оның молекулалық формуласы арқылы оның қандай атомдардан тұратынын біле аламыз. Бұл молекула 2 оттек атомынан және 1 көміртек атомынан құралған. Молекуланың массасы оның құрамындағы барлық атомдардың атомдық массаларының қосындысына тең. Егер осы молекуланың барлық бөліктерінің массаларын қоссақ, салыстырмалы молекулалық массаны табамыз. Көміртек диоксидінің салыстырмалы молекулалық массасын есептейік. 1 көміртек атомының атомдық массасы 12. Оған 2 оттек атомының атомдық массасын, яғни 2 көбейтілген 16-ны қосамыз. Сонда 44 шығады. Элементтің бірегей қасиеті саналатын салыстырмалы атомдық массаға қарағанда, салыстырмалы молекулалық масса 2 немесе одан да көп химиялық қосылыстарды сипаттай алады. Мысалы, мыс 2 оксиді мен күкірт триоксидінің салыстырмалы молекулалық массалары 80-ге тең.